Так, мында не берілген? Мында какой-то бір функция берілген, тоже мына осындай. И пи деген бір сан бар дейді, какой-то константа. Енді қараймыз. Осы функция, ана минус 3-те 0 деген нүктені өтеді дейді. И осы функция, точнее, x 0 болғанда, мәні тапты тұр міне. X-ның өзі 0 болғанда, функция нешеге тең? Мынаны орнына 0 қойғанда, мына бәрі 0 қойғанда, нешеге тең болады бұл функция? Білмеймін. На самом деле оңай есеп. Бізге уже беріліп тұрған апарып пайдаламыз мына. Минус 3-те 0 деген нүктені өтеді деген не деген сөз ол? Мысалы, бітке мына график салайық. Мына функция негізі графигі қалай көрінеді десе, мен точно білмеймін, бірақ примерно былай көрінеді. 2, 12, планы білмеймін деп салсайын. Примерно былай көріну керек, мынандай график болу керек. Осындай график болады. Осыған ұқсас болуы мүмкін, бізге суть маңызды емес. Енді қараймыз. Минус 3-те 0 деген не деген сөз это? Это X минус мынау 3-ті. x, дұрыс, молодец. X минус 3 қойғанда функция нешеге тең болады? H 0-ге тең болады деген сөз. Мысалы білмеймін, бір какой-то мындай точка бар, мынандай. Минус 3-те 0 деген. Сол нүктені өтеді деп тұр ғой. Түсінікті ма? Аха. Болды. Ағай, бірінші Енді- анау X-тің орнына минус 3-ті қойып, P-ны тауып алайық. Дұрыс, дәл солай Сосын істейін. анау дальше қоя береміз ашқа. Дәл солай істейін тұр қазір. Енді x орнына минус 3-ті қояйық. Минус 3, сосын дальше айта беріңдер. Қалай болады? Минус 3. 3 плюс пи Мгм. жақсы жабылады. Потом жаны жақшаға минус 3, минус 2. Мгм. Келесі жақшаға минус 2, минус 3. Жоқ, 2 көбейтілген минус 2 көбейтілген минус 3, азайтылған 12. Осы Тең нешеге нөл. тең? 0-ге. Окей. Сразу есептің жауабын көріп тұрық па? Кім көріп тұр сразу жауабын? Минус 3 қой. Ой, жоқ, 3. Ой, 3 ағай. Иә. Неге 3? Потому что қараңдар, мынаның бәрібір какой-то санға көбейту ғой. Соның барлығын көбейтіндісі неге тең болу керек? 0-ге тең болу Нөлге керек. тең болу Нөлге керек. тең болу керек. И анау, значит, P-ны бір мәні, анау минус 3-ті 0 қылып жіберу керек. Иә, и все сол 3 қойды. Дұрыс. Мына жерде қараңдар, мынау 0-ге тең емес, да, мына минус 3 азайтылған 2 деген, это минус 5. Ол 0-ге тең емес. Мынау точно 0-ге тең емес. 2 көбейту минус 3 деген минус 6. Минус 6-та 12-ға минус 18, это 0-ге тең емес. Мына көрдік па? Яғни, бірақ қалың сандардың көбейтіндісі там 0-ге тең болады, обязательно бір арасы 0 болу керек. Значит, мынау 0-ге тең болу керек. Мынау 0-ге тең болу керек. Все. Жауап пи тең 3. Пи тең 3. Пи тең 3. Мына жерде қараңдар оқушылар, даже сразу мына бүйтіп қойып та особо керек емес болатын. Неге айтайыншы себебі? Осындай функцияларда, міне осындай көбейтулер мен функцияда мынау 0-ге тең болады деген жерде қандай кезде 0-ге тең болады? Когда жақшаның іші 0 болғанда. Жақшаның іші қай кезде 0 болады? Мына жерде 2 болғанда x. Мына жерде x 6 болғанда. Яғни минус 3 деген вариант жоқ, значит, мынау минус 3 болу керек. Точнее, мынау x минус 3 болады, пи 3 болады деген сөз. Вот осы. Жақшаның іші всегда 0 болу керек, чтобы мындай жерде 0 шығу үшін. Енді все, кеттік. Біз таптық пиді. Енді пидің орнына қоямыз, и бана 0-ді қоямыз. X 0 болғанда нешеге тең деп тұр? 0 қосылған 3, дальше 0 қосылған, 0 минус жоқ 2. 0 минус 2. Жаңа жақшаның ішінде. Оның минус 2, я. Потом 2 көбейтілген 0, минус 12. 0 минус 12 десек. Сонда 3 көбейту. 3 көбейту минус 2, көбейту минус 12. 2 мен минус 12 көбейткен неше шығады? 24. 24 болады. Не 72 шығады сонда? Оңай ма екен есеп? Иә. Яғни просто мұқият оқыса оңай. Сендер спокойно шығара аласыңдар мұндай есептерді. Так, все.